Жылдам дайын болатын бәлішімізді дайындаймыз. Жарты стакан сүтімізге қайнап тұрған суымызды құйып, табағымызға құйып, шай қасықпен 1 қасық тұз, 2 қасық дрож салып араластырып көтерілуге қойып қоямыз. Ұнымызды електен өткізіп дайындап, үстінен салып араластырамыз. Жібіп тұрған майымызды құюды ұмытпаңыздар. Мен сары май пайдаландым. Сливочный масло пайдалансаңыздар да болады. Ұнымызды толық салып, араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Тез жылдам болатын, әрі ешқандай бір қағиданы талап етпейтін етті бәлішімізді дайындап жатыр, құрметті көрермендер. Ұнымызды әбден араластырып, жақсылап қамырымызды илейміз. Менің қамырым сұйықтау болып жатыр, сондықтан үстінен тағы ұн саламын. Қамырымызды илеп болғаннан кейін осылай үстіне май жағып қойсаңыздар болады. Илеп болған қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымызды қойып қойған уақытта фаршымызды дайындаймыз. Салмамызды, кішкене етімізді алып, турап, жақсылап, 1 пиязымызды турап, құйрық май турап, 3-4 картошкамызды турап дайындаймыз. 1 қасық тұзымызды салып, қара бұрышымызды салып, өз қалауларыңызша дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Қатып қалған бір қағида жоқ. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Көтеріліп дайын болған қамырды столдың бетіне түсіреміз. Қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуі үлкен бөлік, біреуі кіші бөлік болады. Үлкен бөлікті қамырымызды жайып дайындаймыз. Осылай ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Салатын табағымызды дайындап, формамызды, табамызды жақсылап майлап дайындаймыз. Қыздар, сіздерге лайфхак, үстіп майды жақсылап жаққаннан кейін бетіне ұн сепсеңіздер, кез келген наныңыз болсын, самса, пирожки болсын, пирог болсын, жабыспайтын болады табаға. Табаңызға жабысып қала беретін болса, осы лайфхакты пайдалансаңыздар болады. Салып қойған қамырымызға жақсылап шет-шетін көтертіп дайындаған қамырымызға салмамызды салып, жақсылап жайып дайындаймыз. Енді қалдырып қойған кішкене қамырымызбен айналысамыз. Қамырымызды ұн себебі отырып жайып аламыз. Жақсылап тұрып, әдемелеп, дәу қылмай, формасын келтіріп, әдемелеп жаямыз. Жайып болған қамырымызды салманың бетінен оқтаудың көмегімен іліп алып, қамырымызды салмамыздың бетіне жабамыз. Қамырымыздың 2 қамырдан шет-шетін біріктіріп, жақсылап біріктіріп аламыз. Біріктіріп болғаннан кейін әртүрлі өрнектер жасауға кірісеміз. Шет-шетін өрсеңіздер болады. Бірден біріктіріп жатқан кезде өріп шықсаңыздар болады. Жоқ болмаса осылайша өрнектесеңіздер болады. Әркім өз қалауынша әрлейді. Жақсылап тұрып әрлеп шығамыз. Әртүрлі форма берсеңіздер болады. Шет-шетін осылай жақсылап әрлеп болғаннан кейін пышақтың көмегімен ортасынан тесіп аламыз. Пирогымыздан ауа шығып тұру үшін, пирогымыздың бір жері көтеріліп кет, бір жері төмен түсіп кетпес, біркелкі пісу үшін осылай ортасынан тесіп ауа шығартып қоямыз. Енді жұмыртқамызды араластырып алып, осылай бетіне жағып шығамыз. Жақсылап әдемелеп бетіне жағамыз. Жұмыртқамен сүтті араластырсаңыздар болады. Кішкене сүт құйып жіберіп жақсыласаңыздар, осындай әдемі бір тегіс болып жағылады. Жұмыртқамызды жағып болдық. Енді бетінен күнжіт себеміз. Құрметті көрермендер, күнжіт жоқ болса еш нәрсе қылмайды. Алдын ала қыздырып дайындап қойған 180-200 градуста дайын тұрған пешімізге 1 сағатқа салып аламыз пирогымызды. Асымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Келесі қызықты рецептерді өткізіп алмаңыздар.